Ал енді Рим империясына келетін болсақ, сол Византия ол жердің патшасын Қайсар деп айтатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында басқарып отырған патшаның аты кім болған? Геракл дейді. Ана білесіздер ғой, бір кино шығарып Геракл құдайдың ұлы деген сияқты. Сонымен қарап отырсам, сол өзінің атынан бір неше түрлі оқиғалар, кітаптар жаздыртып, өзін құдайлық дәрежеге көтергісі келген бе деп қалам. Геракл деген бір батыр, барлығын жаңа қарат, жоят бір қылышпен. Көрген шығарсыздар сол киноны. Қарап отырсақ, сол патшаның атымен аталған оқиғалар екен соның барлығы. Рим империясы өзінің өте жауыздығыменен тарихта қалған. Өте жауыз болған. Бізде исламда бір адамның иманының қандай екенін, қандай дәрежеде екенін білу үшін оның мейір шапағатына қарау керек, мейірімділігіне қарау керек. Егер бір адамда мейірімділік, жанашырлық көп болатын болса, демек ол адамда иман деген көп деген сөз екен. Егер бір адамда мейірім аз, жанашырлық аз болатын болса, демек ол адамның да иманы жүрегінде аз деген сөз. Ал мына адамдарда Құдай сақтасын, мейірім, шапағат деген нәрсе мүлдем болмаған деп айтуға да болады. Имансыздықтың салдарынан болып жатыр да. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның немесе пайғамбарымызға дейінгі пайғамбарлардың алып келген шариғатынан ұзақ болғандықтан осындай үлкен күнәға, үлкен мейірімсіздікке не істеп жатты бұлар? Белсесінен батып жатты. Бұлардың уақытында егер мысалы Рим империясының тұрғындарының 3 есесі құл болған. Былайша айтқанда құлдар мемлекеті. Ал енді құл деген адам ол империяда ешқандай адамның қатарына қосылмайтын болған. Олардың мысалы қазір Қазақстанда кім болса да өзінің паспорты бар, жеке куәлігі бар, бұл Қазақстан азаматы, Қазақстан заңымен не істейді? Қорғалады. Ал оларда егер сен құлсың ба, ешқандай заң сені қорғамайды. Адам болса да ол құл болғандықтан мүлк ретінде қолданылатын болған. Керек болатын болса, үлкен жаңағы патшалары, уәзірлері, бай адамдары, мемлекет адамдары, сенаторлар дейді, халқымен бірге сол құлдарды үлкен ареналарға шығарып, бір-бірімен өлгенге шейін төбелестіріп қоятын болған ғой. Өлгенге шейін. Оны қазір де көріп жүрмін ғой, Гладиатор деген кино бар, басқа да. Қазір көреміз, бізге қызық сияқты. Ал бірақ шындығында бір-екі адамды шығарып қойып, өлгенге шейін төбелестіру деген, соғыстыру, қолына қылыш беріп қойып, бір-бірін турату деген нәрсе жауыздықтың ең шыңы болса керек деп ойлаймыз. Керек болатын болса сол құлдарды олар адам ретінде қоймағандықтан ғой олар. Ешкім емес, жыртқыш аңдармен төбелестіретін болған. Шығарады, арыстаны бар, жолы барысы бар, тағы да қандай жыртқыштар бар, соларды жібереді, ананы барып жейді, айналасында жаңа театрларында өздерінің салып қойған, қарап, күліп, содан ләззат алып отырады. Адамның өлімінен. Қазіргі біздің заманымызда да Құдай сақтасын, сол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген сүннетінен ұзақтап бара жатқандықтан ба, қазірде сондайлар болып жатыр. Мұсылмандардың өзі қатысып жүрген ережесі жекпе-жек дегенде сол сияқты мысалы. А онда мұсылман бауырларымыз бар, төбелеседі, содан кейін Аллаху акбар дейді, сәждеге барып қояды. Ана жерге қарасаң бір-бірін ұрады, аяусыздық, жауыздық бар. Бір иттер сияқты ғой. Бір тордың ішіне кіргізіп қояды да, екеуіне ақша тігеді, алдында бір-бірін арпылдастырады, бір-біріне жаман сөз айтқыздыртады. Оның астарында не болып жатыр? Пайғамбарымыздың жолы емес, оның астарында үлкен ақша айланып жатыр. Нәпсінің себебіменен ақшаға қызыққандықтан, оңай жолмен ақша келгендіктен, жаңағы нәрседен біздің мұсылман бауырларымыздан не істеп жатыр олар? Ұзақтап кете алмай жатыр. Бұның соңы осы жауыздық. Егер осылай кете беретін болса, біз тәуба етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолына қайтпайтын болсақ, соңы Рим империясындағы жасалған өлгенге шейін төбелесу, соғыс соған алып барады. Кейін бой без правилдан, ереже жекпе-жектен қанағаттанбай қалды. Мынау не талған деген. Өлтірсін. Өлгенге шейін соғыс болсын деп айту мүмкін. Ал қоғам ертең аз тозып кететін болса, өлім көрейік деп шығар. Содан жайлап не істейді адамдар? Азап етеді. Тарих деген қайталанады дейді ғой.